Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек. Бұл жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің жартысынан төмен азаматтарға ұсынылатын ақшалай төлем. Бір отбасы үлгісінде атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін қарастырып көрейік. Қазіргі уақытта атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің критерийі бар. Яғни міндетті шарты бұл отбасының әр мүшесіне 14.849 теңгеден аспайтын табыстың болуы. Мысалға біз 4 баланы тәрбиелеп отырған ананы алдық. Отбасының табысы 50.000 теңгені құрайды. Егер бұл табысты 5 адамға отбасы мүшесінің санына бөлсек, онда біз отбасының жан басына шаққандағы табысын 10.000 теңгені аламыз. Бүгінгі күні атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің критерийі 14.849 теңгеге тең болғандықтан, жан басына шаққандағы 10.000 теңге табысты алып тастап, 4.849 теңге мөлшеріндегі айырмасын аламыз. Бұл отбасының бір мүшесіне атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері, оны 5 адамға көбейтіп, 24.245 теңге сомасында отбасыға атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін аламыз. 1 сәуірден бастап, атаулы әлеуметтік көмек көрсету критерийі 20.789 теңгеге дейін көтеріледі. Сол мысалды алсақ, кәмелеттік жасқа толмаған 4 баланы тәрбиелеп отырған ана, отбасының табысы 50.000 теңге. Жан басына шаққандағы табысы 10.000 теңгені құрайды. Критерий 20.789 теңгеге дейін көтерілген. Одан 10.000 теңгені алып тастасақ, отбасының әр мүшесіне 10.789 теңге тиесілі. Бірақ бұл сома тек анасына беріледі. Ал балаларға 20.789 теңге мөлшерінде бекітілген төлемді беріледі. Оны 4 балаға көбейтіп 83.156 теңгені аламыз. Нәтижесінде отбасыға берілетін атаулы әлеуметтік көмек мөлшері 93.945 теңгені құрайды. Сөйтіп атаулы әлеуметтік көмек мөлшері біздің отбасы үшін 3,9 рет ұлғаяды. Атаулы әлеуметтік көмекті ескергенде жиынтық табыс 143.945 теңгені құрайды.